фонарик әдісін қолдану үшін осылай фонарик деп жазасыздар да. Именно осы фонарикті скачать етесіз. Одан кейін осылай ашылатын болады. Осы жерде мына оны басу арқылы фонарик жанады. Фонарик жанады ғой. Енді балаларға бал берген кезде бағалауда мысалға балалар алады да, 2 бал алды бір тапсырмада. Сонда 2-ге жылжытады. Сөзі көрдіңіздер ме? 2 рет жанып өсіп тұрады. Мигать етеді. Содан кейін 3 бал алды. Соны 5-ке жылжытады. Вообще тез мигать етеді. Одан кейін 10 бал алады. Мына жаққа дейін. Бірақ жылжытады. Вообще тез мигать ететін болады. Маған саусақпен жылжыту қиын болып тұр, ыңғайсыз болып тұр. Осылай қарай еткенде вообще тез мигать етеді. Яғни балаларды бағалағанда осылай заманауи әдіспен фонарик приложениесі пайдалану арқылы бағаласаңыздар болады.